Фильм 2007 жылдан басталады. 23 жастағы Черри өзінің жүк көлігін пайдаланып тонау жасайды. Оның оқиғасы арқылы біз Черридің депрессиямен күресетінін және өмірден түңілген екенін білеміз. Тонаудан тәжірибесі болғандықтан қалай сәтті тонау керек екенін біледі. Банкке кірген соң ол көпшілікті қорқыту үшін мылтық атып кассирден ақша талап етеді. Алайда ол кассирге қараса көңілі мұңайып 2002 жыл есіне түсіреді. 2002 жылы ол университет студенті, курстасы Эмилиге ғашық болады. Эмилидің оған деген қызығушылығына қарамастан, ол өзінің орта мектептен Мэдисон есімді қызы бар екенін айтады. Ол демалыс күндері Мэдисонға барады, бірақ Мэдисонның кештерде басқа жігіттермен жүретінін білгенде, олардың қарым-қатынасы шиеленісе түседі. Кейінірек мейрамханаға жұмысқа орналасады, бірақ оның қамыр жасаудағы дағдысының жоқтығынан 2 аптадан кейін ол жұмыстан шығып кетеді. Жұмысты аяқтағаннан кейін ол өзінің ең жақын досы Джеймс Лайтфудқа барады. Оның ата-анасы жас кезінде қайтыс болып, оны жалғыз қалдырды. Олар досы Роймен теңіз жаяу әскеріне қосылатын Ройдың немере ағасы Джомен бірге Черридің шотына қатысты мәселені шешу үшін банкке баруды шешеді. Джеймс Ройды Джоға әскерге баруға рұқсат бермеуге тырысады. Алайда Джеймстің көлігі өртенген кезде, олардың жоспарлары бұзылып, Черридің банк мәселесі шешілмей қалады. Олар Джеймстің үйіне жаяу оралады. Келесі күні Черри дүрбелең шабуылдар үшін қабылдаған Xanax қолданбасын пайдаланғысы келетін балаларды кездестіреді. Олар оны кешке шақырады. Ол көтерілгеннен кейін баруды шешеді. Кеште Черри Эмилиді тауып, таң қалдырады. Ол онымен сырласып, құмарлықпен сүйіседі. Олар түнді бірге өткізеді, және ол оны қайғысына қарсы жанашыр ем ретінде көреді. Алайда ата-анасының қатыгездігінен күйзеліске ұшыраған Эмили махаббатқа сенбейді және Монреальда оқу үшін Черримен ажырасуды шешеді. Оның өтінішіне қарамастан, ол кетіп қалады. Бұл оны мақсатты табу үшін ақш армиясына дәрігер ретінде шақыруға шақырады. Бастапқыда офицерлердің әзілі қалжыңы ретінде көрінген ол өзін дәлелдеді және 2 жыл қызмет ету үшін ант береді. Оның орындалуына және қайғысын жеңуге үміттенеді. Черридің достары оның шешімінен бейхабар. Джеймстің ағасы сияқты азап шегеді деп қорқып, Джоны әскерге бармауға көндіруге тырысады. Бірақ Джеймс Черридің де әскерге алынғанын білмейді. Шии Эмилиден соңғы кездесуді сұрап қоңырау соғады. Онымен жеке қоштасуға үміттеніп, өзі жұмыс істейтін мейрамханада кездесуді ұйымдастырады. Алайда Эмили өзінің досы Бенджиді әкеледі. Ол Черриді ренжітті. Жабырқаған ол мейрамхана иесінен жұбаныш табады және Томми есімді қонақпен байланысады. Кейін ол оны үйіне жібереді. Эмилиді өз үйінде тапқанына таң қалып, ол өз әрекеті үшін кешірім сұрайды. Олар бірге уақыт өткізеді және ол Монреальға бармауды шешкенін мойындады, өйткені ол Черриді жақсы көреді. Алайда ол әскерге кеткенін айтады. Олар өз жолдарын бөлек жалғастыруға келіседі, бірақ ол 2003 жылы қызметке кіріскенге дейін үйленеді. Негізгі жаттығулар кезінде ол Хименеспен достасып, қиын тапсырмаларды бастан өткереді. Соның ішінде солдаттың өз-өзіне қол жұмсау әрекетінің куәсі болады. Хименес екеуі медициналық дайындықтан өтіп, Иракқа жіберілді. Соғыс аймағында Черри өзінің қорқынышына қарсы тұрады, бірақ Хименес оны жігерлендіреді. Ол соғыстың сұмдығын өз көзімен көріп, жаралы жауынгерлерге бейім. Лагерге оралғаннан кейін ол және оның жолдастары 8 құрбанның куәгері болып, өздерінің тәжірибелерінің эмоционалды зардаптарымен күреседі. Қауіпті өлім үшбұрышында орналасқан алғашқы күні, олар жыл бойы оларды күтіп тұрған қауіптерді біле отырып, қорқынышқа толы. Үнемі қауіп төніп тұрғанына қарамастан, олар кез келген қауіп белгілерін қадағалап, аумақты мұқият патрульдейді. Түнде олар жараланған ирактықтарға қарап, қиындықтарды бірге жеңіп, терең байланыс орнатады. Бір патруль кезінде Черри сержантқа қауіпті жол туралы алаңдаушылық білдіреді, бірақ оның кеңестері еленбейді. Қорқыныштыдай олардың көлігі құмда қалып, оларды осал етеді. Хименес және тағы 3 сарбаз сүйреткіш кабельді алуға жолға шыққанда, қайғылы оқиға орын алды. Қолдан жасалған жарылғыш құрылғы жарылып, олардың көлігін жалынға оранды. Шие оқиға орнына жүгіреді. Тек Хименес пен басқалардың қатты күйіп кеткенін тапты. Жүрегі ауырған сәтте ол қайғымен күресіп, Хименестің қалдықтарын жинауға мәжбүр болады. Жалғыздықтың салмағы төзгісіз болып, оны Эмили және Винспен сөйлесіп, эмоцияларын өңдей отырып, жұбаныш іздеуге итермелейді. 2005 жылы 2 жылдық қызметін аяқтағаннан кейін, Черри Америка құрама штаттарында жылы қарсы алу үшін үйіне оралады. Оның ерлігі мен жанқиярлығы ерлік медалімен марапатталады. Ол соғыстың ауыр бастан кешу кезінде еліне сіңірген еңбегін құрметтейді. Эмили өзінің шақырылымында болғанына қарамастан, Черри өзін көп нәрсеге қол жеткізбегендей сезінеді. Алайда онымен қайта қосылу оған жеңілдік сезімін әкеледі. Ол оны өзі салған үйге апарады, ал ол Эмили жұмыс істейтін мектепте күндіз жұмыс істеп, түнгі сабақтарға қатыса бастайды. Өмір перспективалы болып көрінеді, бірақ оның травматикалық тәжірибесі және оның ұйқысын бұзатын ауру мазасыздыққа келеді. Ол дүрбелең шабуылдарын басқару үшін Xanaxқа жүгінеді.
Эмили өзінің тұрақсыз мінез құлқына ренжіп Ксанаксты жеңе бастайды. Осы уақытта оның ең жақын досы Джеймс нашақорлыққа салынып, кездейсоқ ұрыс кезінде ұсталып қалады. Шие оны кепілдікке алады, және олар бірге көбірек уақыт өткізе бастайды. Эмилидің қайғы-қасіретіне және оның жауапкершілікке немқұрайлы қарауына алаңдап, ол клиникалық емдеуге жүгінуді шешеді. Оның дәрігері оксиконтин тағайындайды, кейін ол оны теріс пайдаланады. Эмилидің күресін көрген оның немқұрайлылығы оны бұзылу нүктесіне итермелейді. Ол оның дәрі-дәрмектерін қабылдауды бастайды, және екеуі де тәуелділікке айналады. Олар жақсырақ уақытты еске түсіреді, өйткені олар заттарды қолдануына тереңірек енеді. Ақырында олар оксиконтин және басқа заттарға тәуелді болады. Бұл оның қаржылық күйреуіне әкеледі. Ақшаға үміт артқан ол өзінің дилер досы Пилс және Кока жүгінеді. Ол оған сейфті сақтауды сеніп тапсырады. Шие, Эмили және Джеймс Пилс және Кока сейфіне кіріп, оның заттарға толы екенін байқайды. Олар қоқыспен айналысады, бірақ келушіні полиция деп қателесіп, қалған заттарды асығыс тастағанда, олардың биіктігі құлап кетеді. Олардың қасіретіне келушінің бос сейфке ашуланған таблеткалар мен кокс болып шығады. Пилс және Кока оларға бастығы Блейк жетіспейтін заттар үшін жазалатынын ескертеді. Өмірлерінен қорыққан Черри қарыздарын өтеу үшін банк тонауды шешеді. Оның қарулы екенін білдіретін жазбасы бар, ол кассирден қолма-қол ақшаны тез алады. Біразын өзі үшін ұстайды, ал олар өз сапарларын тойлайды. Олар өздерінің жетістіктеріне қуанған кезде, Джо Черриге полицияның оған деген қызығушылығы туралы ескертіп, оны төмен түсуге итермелейді. Қаражат таусылғанша, ол заңсыз жолмен тапқан табысын заттарға жұмсайды. Көбірек банктерді тонауға тырысып, ол сол тактиканы қолданады. Олардың тәуелділігін арттыру үшін ақша жинайды. Олардың ашу ызаға қарамастан, ол заттардың түзетілуі үшін Пилс және Кокаға қарыздар болып қала береді. Оны банк тонауға қатыстырады, бірақ Эмилидің заттарының жоқтығына ренжіп үйіне оралады. Оған инъекция жасағаннан кейін, Шие дозаланғанда қатты қорқады, және оны дереу ауруханаға жеткізуге тура келеді. Дәрігер оның өлімнен аздап құтылғанын ескертеді. Ата-анасы келгенде, анасы қызының жағдайына Черриді кінәлап, оны бір жола қалдыруды талап етеді. Ол құлықсыз бағынады да Эмилиді қалдырып кетеді. Алайда ол реабилитация орталығынан қашып, Черриді іздейді. Оны қайтаруға тырысқанымен, ол онымен қалуды талап етеді. Үйлеріне қайтып, олар өздерінің деструктивті әдеттерін қайта бастайды. Қаржылық қиындықтарға тап болғанда, ол тез қолма-қол ақша алу үшін бірден бірнеше банк кассирлерін тонау үшін Пилс, Кока және Джеймспен бірігеді. Алайда ұрлық кезінде Джеймс үрейленіп қашып кетеді, қалған екеуін жалғыз қалдырады. Жүйкелер тозып, Пилс және Кока тұрақсыз мінез құлқы Черриді жағдайды бақылауға алуға мәжбүр етеді. Бұл оны ашуландырады. Бұл Пилс және Кока оны банкте тастап кетуіне әкеледі. Банк қақпасы жабылған кезде, жалғыз қалып, тұзаққа түскен Черри өз әрекеттері мен жағдайының ауыр зардаптарын түсінеді. Көлігімен банктен қашып құтылған ол сыбайластары ұсталса, билікке опасыздық жасауы мүмкін деп қорқады. Тұтқынға түсуден қашуға тырысқан ол, Джеймсті таблетка мен коксты іздеуге көмектесуге көндіреді. Дегенмен таблеткалар мен кокстың қансырап жатқанын білгенде, олардың күш-жігері бекер. Черри Джеймсті медициналық көмекке жүгінуге шақырады, бірақ олар мұны істеу өздерінің қауіпсіздігіне қауіп төндіретінін түсінеді. Абырой болғанда олар жаралы серігін жол жиегіне тастап кетеді. Келесі күні Черри серіктесі Эмилимен және олардың адал иті бар үйге қайтып келе жатқанда, егер Черри талапты орындамаса, Эмилидің өміріне қауіп төндіретін қарызды өтеуді талап ететін Блейк есімді қорқытушы тұлғаға тап болады. Тұтқынға түсіп, Эмилидің өмірі тепе-теңдікте тұрған ол соңғы бір ұрлық жасауды шешеді. Кетпес бұрын, ол оған кезіккен тәуекелдерді біле отырып, онымен қоштасады. Бұл банк тонауының басталуына толық айналады. Шие қашып кеткен көлікті жүргізу міндеті жүктелген Блейкке бағыт береді. Банк ішінде Черри кассирден батыл түрде ақша талап етеді, және кетіп бара жатқанда дабыл қағуды тапсырады. Алда болатын салдарға немқұрайлы қарамай, ол ұрланған ақшаны Блейкке қайтарып береді. Жолдың қақ ортасында қымсынбай келе жатқан Шие әуеге мылтық атып, тәртіп сақшыларының назарын әдейі аударады. Жол жиегінде отырып, соңғы мас күйінде отырып, ол полицияның еріксіз келуін күтеді. Сиреналар жақындаған сайын, оның қамауға алынуы оның шиеленісті сапарының шарықтау шегі болып табылады. Бұл Шиенің құтқарылу жолындағы қиын жолының көрінісін ұсынады. Тәуелділігін жеңіп, өткеннің жарақатымен күресе отырып, ол 2024 жылы түрмеден шығып, темір тордың ар жағындағы 14 жылға бас бостандығынан айырылды. Бостандықтың белгісіз жеріне қадам басқан оны Эмилидің жүрек жылытатын көрінісі күтіп тұр. Фильм ұнаса лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.